Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Біз бүгін обвязка жасауды үйренеміз. Бұл табанға обвязка жасау өте негізінде оңай. Тек қана кейбір жерлерінде бесеуден, төртеуден тоқылу жолдарын көрсететін боламын. Дәл осындай табан, осындай қалыңдықта 3-4 слой ма? Сондай іші войлық, асты кожа, эко-кожа. Оны ішіне не сыртына қаратып, екі жағын, қай жағын қаратсаңыздар өз еріктеріңіз. Мен балетке тоқуға арнап, сыртын эко-кожа жағын жерді басып жүретін қылдырып тоқыдым. Қазір обвязка жасауды көрсететін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің алған жібім иран жібі, бір қабат, және де крючок 2-5, бір жағы 1-2. Соның жіңішке жағын аламын да тоқитын болам. Қазір обвязка жасауды көрсететін болам. Неге мен табанның дәл ортасынан бастайтын болам. Ортасында, міне, көріп тұрсыздар, астына дейін осындай табанында, өкше жағында және бас жағында осындай тесіктері бар. Соның ең бірінші осы дәл ортасынан алып 5 рет обвязывать етеміз. Осылай өткізіп аламыз да, бір петля жасап, дәл осылай 5 петля жасаймыз. Бұны обвязка деп атайды. Бұның арнайы өзінің жіптері болмағандықтан осылай өзіміз обвязывать етіп аламыз. Осы обвязка арқылы ары қарай біз балетке тоқуға болады. Неге бірінші петляны жасадым, соның жанынан 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші петляларды жасап ала береміз. Не қатты бос, не қатты тартып жасамайсыздар. Міне мен 5 петля 5 рет обвязывать етіп алдым. Бір тесікті, енді екінші тесікті 4 петлямен обвязывать етем. Осы 5-тің оң жағын және сол жағын 4 тесікті 4 петлямен обвязывать етеміз. Төртеу міне. Келесі тесікке тоже 4 петля обвязывать етеміз. Неге 4 петля мен іліп алдым. 4 петлямен обвязывать еттім. Енді бізде үшінші тесікке тоже 4 петля іліп аламыз. Неге кішкентай қалған жіпті, артық қалған жіпті осылай арасына тоқып жіберіп жатырмын, көріп отырғандарыңыздай. Дәл осылай қалдырып кетсеңіздер болады. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Мінекей мен 4-ші тесікті обвязывать етіп жатырмын. 4-ші
төртінші тесікті төрт рет обвязывать етіп шығамыз. Сонда ортасындағы бірінші тесіктен 5 өткіздік, жанындағы 4 тесіктен 4-4-тен өткіздік 4 тесікке. Түсінікті ғой, иә? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші 4 петляға, 4 тесікке 4-4-тен өткіздік. Енді ары қарай 5-ші петля кетіп жатыр, иә? 5-ші петляға біз 3 петлядан өткіземіз. Ол біздің уже аяқтың жаны болып саналады. Бұл жерге 3-3-тен өткіземіз. Неге 3 өткіздім. Әрі қарай 3 петлядан өткізіп отырамыз әр тесікке. Өкшеге дейін. Өкшені сосын қазір көрсететін боламын. Әрі қарай достар, неге келген кезде түсіндіретін боламын, өкшеге келген кезде, иә? Әрі қарай дәл осылай тоқып шығыңыздар. 3 петлядан өкшеге дейін. Өкшені қазір түсіндіретін боламын, себебі өкшенің тоқылу жолында тоже кішкене өзгеріс бар. Неге мен обвязывать етіп шықтым. Енді өкшеге келген кезде өкшенің дәл ортасындағы петляны аламыз да 5 рет обвязывать етеміз. Соның жанындағысын 4-4-тен обвязывать етеміз. Екі жағындағы бір тесікті. Міне, бір тесікті біз алып, қазір өкшенің дәл центрындағы тесіктің жанында тағы бір тесікті, соны аламыз да 4 рет обвязывать етеміз. 1, 2, 3, 4. Мінекей 4 рет. Енді соның дәл жанында тұрған ол центр болып саналады. Оны біз 5 рет обвязывать етеміз. Сіздерге көріну үшін мен осындай түсті жіп алдым. Қанық көрінетін. Көрінет, жақсы түсіндіріп жатырмын деген ниеттемін. 2, 3, 4, 5 міне. Дәл центрдағы тесікке 5 петля ілдім. Енді соның жанындағысына 4 петля ілетін боламын. 4 петлямен тоқып шығамыз. Әрі қарай қалғанын әрі қарай үштікпен тоқып өтеміз. Мінекей әрі қарай 3 петлямен тоқимыз. Жаңағы бірінші жағы сияқты 3 петлямен тоқып шығамыз. Тек қана басына дейін емес, басындағы 4 тесікті 4 петлямен тоқып шығу керекпіз. Башпайдың сол жағы болып шығады ғой. Соны оң жағы сияқты сол 4 петлямен тоқып шығуымыз керек. Қазір біз осылай 3-пен тоқып шығамыз, сол жерге дейін 4 петля қалғанша.
Мінекей достар, мен 4 тесік қалғанша тоқып тастадым. Міне әрі қарай 4 тесікті 4 петлямен тоқып шығамыз. Сонымен біздің обвязкамыз аяқталады. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де қолдай отырыңыздар. Рахмет.